Театр актрисасы бүгін Қыз Жібек, ертең Медея, тағы бірде Олпан Карменді сомдайды. Ал бүгін Дулат Исабековтың актриса драмасы бір бойына бірнеше образды сидырған өнер майталманының жан арпалысы жайлы сипатталады. Бұл драма Дулат Исабековтың актриса пьесасының желісі бойынша жазылған. Ұзақтығы 1 сағатқа лайықталған туындыда актрисаның сахнадағы және сахна сыртындағы өмірі сомдалады. Айгүл Иманбаева түрлі жанрда, түрлі бағытта жан-жақты жұмыс істеген актриса. Сондықтан бұл қойылымды оның барлық образдарының жиынтығынан құрадық дейді қоюшы режиссер Қуандық Қасымов. Актриса қандай болу керек негізі бұл заманда? Әрине бәрі қамтылмаса да, бұл кісінің қазіргі уақытта қабілеті ән айта алатыны, оның поэзияға деген жақындығы, жүрегінің, сезімінің және мынау өзінің тағдыры туралы ішіндегі көбінесе актриса үндестігі, Исабеков пенен бұл кісінің үндестігі, соны ала отырып, сөйтіп мен өзім осы вариант жасағам. Арнайы Айгүл Иманбаеваға. Сахнада әртіс өз бейнесін өзі сомдайды. Өнер өкілі театрға келушілерді қуантты, жылатты, мұңайтты, шаттыққа бөледі. Өнер адамының негізгі жұмысы да осы. Таңдауында театр, көңілінде қойылым сайрап тұрған Айгүл Иманбаева сахнада сомдаған рөлдерін еске түсірді. Осылайша өмірінің көркем көшірмесін көрерменге ұсынды. Адамнан актер жасай аласың, актердан адам жасай алмайсың. Сол себепті ең бастысы адами бойыңда қасиет болу керек, жүректің бір тазалығы болу керек, қызметіңе өзіңнің мамандығыңа деген адалдылық болу керек. Сол дүниелер бойыңда болатын болса, жалпы артист болып қалыптасуға әбден болады. Енді бұл өзімнің табиғатынан алыс емес, өйткені әр актрисаның жалпы тағдыры бар, актрисаның басынан кешетін жағдайлар көп кездеседі. Айта кетейік, осы жылдың көктемінде Айы музыкалық театр орталығы Астана қаласына көшіп келген болатын. Өнер ұжымы әрбір туындыға талғаммен таңдау жасайды. Жаңа маусымын жаңаша бастаған өнер өкілдері 28 қарашада Федра трагедиясының тұсауын кеспек. Айгүл Иманбаеваның Айы музыкалық театр орталығы 2011 жылы ашылған болатын. 5 жыл уақыт аралығында халықаралық фестивальдерге қатысып талай жүлдені қоржынға салды. 6 маусымын актрисамен ашқан театр қараша айының соңында трагедиялық қойылымды көрермендер назарына ұсынбақ. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.